Шайырдың сөзін аңдаған кәлемәлі момындар, ассалаумағалейкум. Мұнара телеарнасында көкіректің көзі ашылса хабары. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қазақ дүниетанымындағы тәуекелшілдік және тәуекелдің шариғаттағы түсінігі туралы болмақ. Ендеше осы туралы әңгіме өрбітіп, сүбелі сұхбат жүргізетін бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Ақтөбе қалалық Әс-Сәлем мешітінің бас имамы Сұңғат Сәметов. Ассалаумағалейкум аға. Студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Өзіңіз аңғарғандай бүгінгі тақырыбымыз енді тәуекелшілдікке арнап жатырмыз. Ең алдымен тәуекелшілдіктің шариғи және терминдік мағынасын анықтап алудан бастайықшы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Жалпы бұл тәуекел сөзі бізге бір бөтен, я болмаса бір таңсық сөз емес. Бұл қалай арабтың сөзі болса, дәл солай бізге де кірген бір кірме сөз. Қазақта да тура осы мағынада айтылады. Арабша тәуәккүл болса, қазақшасы тәуекел. Енді бұл сөздің негізгі тікелей мағынасы уәкіл ету. Яғни бір адам өзінің шаруасын сенімді адамына уәкіл етіп тапсырады. Мәселен, жаңағы белгілі бір атақты адамның, я болмаса жоғарғы лауазымды басшының бір арнайы үлкен тапсырмаларын сенімді уәкілі жүзеге асырады. Ол уәкіл өте сенімді, оған әлгі адам жаңағы барлық ісінде толықтай сенеді. Яғни ешқандай бір кірбің қалмайды, мәселе қалмайды. Бұлай бола ма деген сияқты бір күмәнсіз оған толықтай сенеді. Соны уәкіл ету дейді. Уәкіл етуіміз осы араб тілінде тәуәккүл деп аталады, қазақша тәуекел. Енді тәуекелге бел буу дейді. Бір істі бастарда ісін Аллаға уәкіл ету деген сөз. Яғни кімге сеніп тапсыру, бүкіл әлемді жоқтан бар етіп жаратқан, бүкіл істі жүзеге асырушы, я болмаса сол істі жаратушы, сол іске жәрдем беруші, немесе оны жәрдемсіз қалдырушы, оны бар қылатында, жоқ қылатында бүкіл әлемді кіршіксіз басқарып тұрған Алла тағалаға өзінің бір істі әрекет жасағаннан кейін нәтижесін Алла тағалаға уәкіл етіп тапсыру, сеніп тапсыру, яғни ешқандай бір кіршіксіз, кірбіңсіз, күмәнсіз Алла тағалаға толықтай тапсырып тастау деген сөз. Тәуекел сөзінің негізгі қысқаша мағынасы. Жалпы рухани тәрбие негізі болып табылатын біздің Ихсан кітабымызда мысал ретінде бірнеше хадистер берілген осы тәуекелге байланысты. Сондай бір хадистің бірі, бірде бір бәдәуи пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға келіп, мен түйемді қазыққа байлап артынша Аллаға тапсырайын ба, әлде бос қоя беріп Аллаға тапсырайын ба дегенде, Алла елшісі қазыққа байлап артынша тәуекел ет деген екен. Осы бір хадистің мағынасын ашып бере аласыз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кезінде осындай оқиға орын алды. Бір адам түйесінен түсіп, бірден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға тарта жөнеледі. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оның түйесін байламағандығын байқайды, әлбетте. Сөйтіп айтады: "Түйеңді байладың ба?" дейді. Сонда ана кісі тәуәккәлту алалла, яғни мен Аллаға тәуекел еттім, жоқ байлаған жоқпын дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған "Иақилха сумма тәуәккәл алалла", яғни түйеңді байла, одан кейін барып Аллаға тәуекел ет деп. Яғни бұл жерде адам баласының Құдайға ісін сеніп тапсыруға да, оны тапсыру үшін де өзінің бір ынтасы болу керектігін ісімен адам көрсетуі қажет. Яғни әрбір істі Аллаға сеніп тапсыра берсек, ол да болмайды. Сол сеніп тапсырғанымызды дәлелдеу үшін бір әрекетін бастап қоюымыздың қажет екендігін меңзейтін бір хадис. Өйткені Алла тағаланың өзі қасиетті Құранда "Астағизу билла, фаиза азамта фатаваккал алалла, инналлаха юхиббул мутаваккилин", яғни мағынасында егер бір іске бел буып бекінсең, міндетті түрде Аллаға тәуекел етіп арқа сүйе дейді. Расында Алла тағала тәуекел етушілерді жақсы көреді дейді. Енді осы аятты сәл кеңірек ашатын болсақ, қайбір істі жасамас бұрын міндетті түрде Аллаға арқа сүйеу деген нәрсені Алла тағала
айтып жатыр. Істі бастаған кезде Алланы ұмытып, оның нәтижесі шыққанда сан соғып, кейде енді бір мәселеде кәсіп бастасақ бір шығындалып қалып жатамыз, кейде ар жағы жүзеге аспай жатса, мынау енді садақам болсын деген сияқты, я болмаса тағы бірдеңе деген сияқты сан соғып сондай сөздерді айтып қалып жататында жағдайларды кездестіріп жатамыз. Бірақ ол әсте олай емес. Өйткені Алла тағала істі бастаған кезде, бастаған кезде және сол процестің ішінде де, яғни істі бастадық, әрекетін жасадық, бір келісім шарт болуы мүмкін, бір кәсіп болуы мүмкін, я болмаса үй салу, тағы басқа сол сияқты. Енді әрбір істе Аллаға бекінгеннен кейін тәуекел сонымен тоқтап қалмайды. Яғни Аллаға тәуекел еттім, ал бисмилля деп жаңағы құрылысты бастап кетті, я болмаса шаруаны бастап кетті. Ары қарай жоқ ештеңе, ол дұрыс емес. Тәуекел ол жалғасын табатын нәрсе. Өйткені Абу Саид әл-Хараз рахимахулла айтады, тәуекел іштей ісін Аллаға тапсыру болғанымен, ол жерде Алла тағалаға сеніп жүрумен қатар әрдайым оны зікір етіп жүру. Яғни зікір деген еске алу деген сөз. Алла тағаланы әрдайым зікір етіп еске алып жүру деген нәрсе бар. Жаңағы істі Аллаға тапсырғаннан кейін сол процестің ішінде тек қана басында ғана Аллаға тәуекел еттім деп емес, соның ішінде де Алланы зікір етіп, тәуекелін арттыру мақсатында Аллаға оның тәуекелі бар екендігін Аллаға дәлелдеу үшін әрекетін тіршілігімен де жаңағы іс әрекетімен де көрсетеді, және құлшылығымен де, дұғасымен, зікірімен де Аллаға көрсетіп, мен осы істі шынымен де саған тапсырдым, я Алла деп, өзің жар бола көр, өзің жемісін көруді нәсіп ете көр деп, әрдайым дұға қылып жүру қажет. Сол кезде Алла тағала оның тәуекелін қабыл алып жемісін беретіндігін осы аяттың соңында инналлаха юхиббул мутаваккилин, яғни Алла тағала арасында тәуекел етушілерді жақсы көреді. Демек, Алла жақсы көрсе, оның міндетті түрде жемісі болады. Алла жақсы көрсе, оның міндетті түрде ісі нәтижелі болады. Және Алла сүйген істерді жасаушы, былайша айтқанда Құдайдың сүйікті пендесіне айнала алады осы істері арқылы. Жауабыңызға рахмет. Енді келесі мынадай бір қызықты сұрақ болып тұр. Жалпы тәуекелшілдіктің және тәуекел етудің бірнеше деңгейі бар деп айтып жатады. Рет-ретімен айтатын болсақ, ол тәуекел, тәслім халі және тәфуид. Аталмыш деңгейлердің бір-бірінен айырмашылығы қандай? Біздің көрермендерімізге түсінікті қарапайым тілмен осының мағынасын ашып берсеңіз. Жалпы шариғатымызда тәуекелдің жаңа өзіңіз айтып өткендей 3 деңгейі бар, 3 дәрежесі. Енді ол адамның руханиятына қарай, оның жан дүниесіне қарай, сеніміне қарай бағаланады, деңгейі анықталады. Біріншісі, ол жаңағы ең төменгі деңгейі, бұл тәуекел халі. Тәуекел дегеніміз өзін бір сенімді достың жанында жүргендей сезіну. Яғни адам баласы өзінің бір адал досы болса, оның қасында өзін сенімді ұстайды, оның қасында көп нәрсеге алаң болмайды деген сияқты бір арқасын кеңге салып жүре алады. Сенімді достың қасында, ол оны орта жолда қалдырып кетпейді деген сияқты. Және тәуекелдің екінші деңгейі бар. Екінші деңгейі бұл тәслім халі деп айтамыз. Тәслім халі бұл бір адамның Аллаға тәуекел еткендегі сенімінің сипаты теңеуі, яғни ата-анасының қамқорлығындағы жас сәбидей сезіледі. Яғни ата-анасы оны өзінің жанын берсе де баласын аман алып қалатындығын ол бала сезінеді, ол бала біледі. Ол ештеңеден қорқпайды ата-анасының қасында. Одан артық сенімді оған ешкім жоқ деген сияқты. Сондай деңгейде Аллаға жасаған тәуекеліне өзі сондай сезімде жүреді. Аллаға тапсырды, бұл ата-анасына қалай сенеді, тура солай сондай көңіл күйде, сондай жүйеде жүреді. Енді ең соңғысы, бұл да тәуекелдің жоғарғы деңгейі, руханияты жоғары адамның сезіне алатын жағдайы, бұл өзін бір білікті дәрігер маманның қабылдауындағы, соның қарауындағы өзін бір науқастай, яғни бар өмірін соған сеніп тапсырып қойды. Оның өлімі мен өмір мәселесі сол дәрігерге ол 100% сенді. Ода ешқандай күмән қалмады. Осындай деңгейде адам баласы тәуекелдің халін кешеді екен. Бұл қандай жағдайда орын алады?
жаңа айтып өткен ғалымның сөзінде Абу Саид Аль-Харази айтады, тәуекел ету жағдайында адам баласы, жаңа айттық қой, енді тәуекелдің жалғасында да тастап қоймайды. Алланы әрдайым еске алып жүреді. Бірақ мына үшінші тәуекелдің халі барлығы бірдей нәтиже бере бермеуі мүмкін. Адам баласы осыған да дайын болу керек. Алла тағала оны жақсы көреді, тәуекелін ұнатады, тәуекелін міндетті түрде қабыл алады. Өйткені Алла Құранда уәде беріп, кейіннен оны орындамаушылардан емес деп, Алла тағала өзінің сөзін, Құрандағы айтқан сөзінің бәрі болатындығын, хақ екендігін және одан тайқып кетпейтіндігін айтып жатыр. Енді Алла тағала тәуекел ет дегеннен кейін, біз еткеннен кейін, ол тәуекеліміз қабыл сөзсіз. Оған ешқандай мұсылман баласы күмәнданбауы қажет. Дегенмен шаруаның соңы басқаша болып қалуы мүмкін. Ол діттеген мақсатына тура сол деңгейде жете алмай қалуы мүмкін. Кейбір адам ол деңгейден де артық алуы мүмкін. Кейбір адам ол деңгейіне жете алмай, кейбір адам дәл сол мақсатына жетуі мүмкін. Кейбір өнікі жаңағындай құрдымға да кетіп қалуы мүмкін. Енді осы тафуид халіндегі адамның жағдайы әр ісінде Аллаға разы болу, осыған дайын болу қажет. Яғни тағдырдағы жақсылықтың да жамандықтың да тек қана Алладан екендігін бәріміз жақсы білеміз. Бірақ кейде бір сондай бір сындарлы сәттерде енді пендешілікпен сынып қалып та жататын жағдайларымыз болады. Осындай нәрсеге мойымай, әрісінде разы бол. Тафуид халіндегі адам тәуекел етудегі мақсаты жүзеге аспай қалған жағдайда да ол соған дайын, ол Алланың сол ісіне разы болған адамды. Ісі жүзеге аспай қалғанда да бұл Алланың қалауы. Алла тағала маған осылай болуды жақсы деп ұйғарды. Менің сұраған нәрсем ол менің жаңағы ойым, пікірім еді, мен қалаған нәрсе еді. Алла тағала оны берсе бір қуанады. Ал орындалмай қалса, менің сұраған нәрсем Алланың маған беретін нәрсесімен сәйкес келмеуі Алла тағаланың маған қалағаны. Менің сұраған нәрсемнен гөрі Алланың маған берген нәрсесі қайырлылық деп, оған екі есе қуанады. Осы жағдайдағы адамды біз тәуекелдің үшінші халіне жатқыза аламыз. Жалпы енді тәуекел ету керек деп айтып жатырмыз манадан бері. Расымен тәуекел ету керек. Дегенмен тәуекел ете білу және ете алу ол неден басталады? Және біз Аллаға тәуекел ету арқылы нені қаламыз? Аллаға тәуекел ету арқылы мұсылман баласы әуелі Алла тағаланың ұлықтығы мен оның құдіретін, оның әрбір істе шынымен шешуші екендігіне көз жеткізе алады. Шынайы мұсылман шынайы тәуекел ететін болса. Алла тағала Құранда Астағизу билла ва тәуәккәл алал хаййиллади ла ямут. Сондай әсте өлмейтін, мәңгі тірі болған Алла тағалаға арқа сүйеп тәуекел ет деп бұйырады. Яғни Аллаға тәуекел ету кезінде біз оның мудаббир екендігін, яғни бүкіл әлемді басқарушы, бүкіл әлемді мүлтіксіз меңгеруші, оның әрбір дүние тіршілігіндегі жүзеге асып жатқан нәрселердің барлығы тек қана соның қалауымен, қазақта құдайсыз қурайда сынбайды деп айтады. Барлық нәрсе Алланың меңгеруімен болып жатқандығына толықтай иман келтіріп барып, сол Алла тағаланың мудаббир есіміне шынайы сеніп, соны қабылдап, соны түсінген адам Алла тағаланың ұлықтығы мен құдіреттігін сол тәуекелдің нәтижесінен сезеді. Нәтижесі жаңа айтып өткеніміздей, ол оның мақсатындағыдай болмауы мүмкін, бірақ ол адам кейін неге олай болмай қалғанын тағдырдың сабағынан, Алланың тағдырының сабағынан, оның сол нәрсе үшін қайырлы екендігі, жақсы болғандығы, Алла тағала ол нәрсені одан тыйып тастағаны, демек оған зиян болғандығы, бірақ басқа жағынан басқа бір есікті ашып бергенде, керісінше Алланың шешімінің сол дұрыс екендігіне көз жеткізе алатындығын. Жауабыңызға рахмет. Аға, енді жақында ғана өзіңіз Әссәләм қайырымдылық мекемесіне бас директор болып тағайындалдыңыз. Жаңа қызметіңізбен сізді шын жүректен құттықтаймыз. Аталмыш қайырымдылық мекемесінде бүгінгі тақырыбымызға тақылеттес болып отырған тәуекелдікке қатысты қандай сабақтар өткізіледі, не болмаса дәрістер оқылады? Өзіңіз жалпы тәуекелге қатысты қандай уағыздарды жиі насихаттайсыз? Әссәләм мешіті бар, Ақтөбе қаласында, соның жанынан Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты Әссәләм қайырымдылық мекемесі, жеке мекемесі ашылған болатын.
яғни бұл дегеніміз еліміздің 9 қаласында арнайы медресе колледждер бар. Бұның барлығы мектеп тәмамдаған, я болмаса басқа бір оқу орнын тәмамдаған оқушыларға, студенттерге арналған болса, біздікінің бір ерекшелігі мектеп жасындағы шәкірттерге бір интернат іспетті оқу орталығы. Бұл жерде енді бізде 7-ші, 8-ші, 9-ші сыныптың мектеп оқушылары көбінесе. Бұларға қатысты енді бізде өздерінің қазіргі таңда тарих пәндерінен, қазақ әдебиеті пәндерінен өтіп жатқан мынау біздің алаш зиялы қауымдарының өмір баяндарына қатысты әдеп сабағында, ақлақ сабағында осы кісілердің білімге деген тәуекелдің, білімге қатысты құштарлығын, қазаққа қызмет жасаудағы табанды тәуекелі, тіпті сол тәуекелдің жаңа айтып өткен 3 халінің соңғы халін үшін құрбан болған, барлық ісіне, Алланың барлық ісіне разы болып, тафуид халінде тіпті өздерінің жаны құрбан болып кеткен мәселесінде елге қызмет жөніндегі олардың еңбектері, олардың әдептері, олардың рухани әрі ілімге деген құштарлығымен әрі діни білімі бар, дүниеви білімі бар, соның барлығын ұштастырып, осы қазақ дүниетанымындағы мәселелерді бабаларымыздың, аталарымыздың негізгі тәуекелге қатысты жағдайларын біздер дәріске, ихсан ілімі дәрісіне қосып, осы нәрсені насихаттаудамыз бүгінгі таңда. Ендеше тәуекелдің қандай алғы шарттары бар? Белгілі бір істі жасағанда нәтижесін Аллаға тапсырудан бөлек бізде тәуекелдің қандай түрлері бар? Енді тәуекелдің алғы шарты жоғарыда айтып өткеніміздей, Алла тағаланың өзі Құранда үйретіп кеткеніндей, әрбір нәрсенің үлгісі бар шариғатымызда. Үлгілердің ең абзалы Алланың өзі Құрандағы үйреткені, одан кейін Алла елшісінің, ардақты пайғамбарымыздың сүннетінен, яғни өмір жағдайындағы мәселелер, одан кейін барып ғалымдарымыздың сөздері тұрады. Енді Алла тағаланың өзі қасиетті Құранда егер мұъмин болсаңдар, онда Аллаға арқа сүйеп тәуекел етіңдер деп бұйырады. Яғни мұсылман болсаңдар, бір істі бастайтын болсаңдар, демек бізге тәуекел ету міндет екен. Былайша айтқанда, тәуекел деген бір ерікті, бір құлшылық ретінде қаласақ тәуекел етеміз, қаласақ тәуекел жасамаймыз деген сияқты нәрсе жоқ. Әсіресе ер азаматтың мойнында бұл нәрсе өмірінде жиі болуы қажет, және бір рет болса да болуы міндет тәуекел жасау. Өйткені Алла тағаланың Құрандағы бұйрығы, және ол бұйрық егер мұсылман болсаңдар деген мәтінді құрап тұрғаннан кейін, демек мұсылман адамға бұл нәрсені жасау ерекше әрі құлшылық, әрі міндет екендігін ұмытпауымыз қажет. Жауабыңызға рахмет аға. Енді біздің қазақ халқының дүниетанымы, тарихы, әдебиеті барлығы дінмен тікелей астасып жатыр ғой. Жалпы тарихымыздағы қазақ дүниетанымындағы тәуекел ету дегеннің мағынасы қандай болған? Жалпы қазақ дүниетанымының тәуекел мәселесі шариғатымыздағы тәуекелден ешқандай бір айырмасы жоқ. Ауылы да алыс емес. Өйткені бұл біздің дәстүрлі дініміз қазақ халқының дүниетанымымен тығыз байланысқан. Сол себепті тәуекелшілдік бұл қазақ тарихында болмаған дүние деп әсте айта алмаймыз. Өйткені байырғы бабаларымыздың кешегі қылышынан қан тамған заманда елімізді, жерімізді сақтап қалудағы жорықтары бұл тәуекелдің шыңы десек болады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде, өмір баяндарында, жалпы исламды жаю кезеңдерінде, отан қорғау мәселесінде басын сол бәйгеге тігіп, жанын өзі көрмеген, өзі білмеген ұрпақтың амандығы үшін, діннің мүддесі үшін барлық нәрсесін, тіпті бала шағасын да құрбан қылып, өзі де өмірден өтіп кете бару, бұл тәуекелдің шыңы деп айтсақ, артық айтқан болмаймыз. Енді бертінгі алаш зиялыларының өмір баянына қарайтын болсақ, мысалға бертінгі уақыттарды қарайтын болсақ, кешегі алаш зиялы қауымның
мәселесі жағдайы тәуекелшілдігі. Қай-қайсының өмірін алып қарасақ та, барлығының өмірі тәуекел мәселесімен өте тығыз байланысты. Қай-қайсысы да жас кезінен ауыл молдасынан хат таныды, медреседе білім алды, мешіт жанында сауат ашты. Сөйтіп осы ислам мәселесіндегі тәуекелді терең түсінгеннен кейін, ұғынғаннан кейін, бүкіл малында, жанында, отбасында осы жолға арнап, елге қызмет жасау деген мәселеде үлкен тәуекелді бастан кешті. Ұлт ұстазы Ахмет атамыздың өмірбаянын алып қарайтын болсақ, ол кісі тіпті тәуекелінің нәтижесін өзінің көзі тірісінде көре алмай кетті десек те болады. Бірақ ол кісінің атын өлтірмей, хатын өлтірмей, жазған еңбектерін бүгінде қайта жаңғыртып жарыққа шығарып, бүгінде ұрпағы ол кісінің атын ұлықтап отыр. Бәлки ол кісі өзі көре алмай кетуі мүмкін, бірақ тәуекелінің жағдайы жаңа айтқанымыздай тафуид халінде болды. Әрісінде Аллаға разы болды. Әрісінде қазақты сауатты етемін деп тәуекел қылғаннан кейін бір емес, бірнеше сынақтар басында болды. 8 ай Семейдің түрмесінде отырған жағдайы бар мәселен. Одан да бөлек тағы да қамауға алынғаны, басқа да басына сынақтар келгені, басқа жағдаймен жаңағы ақпараттық болсын, тағы басқа шабуылдармен қызметіне, жұмысына кедергілер болды. Бірақ қай-қайсысында де тәуекелін тәрк етіп қойған жоқ. Соның бір жоғарғы деңгейін көрсетіп, тіпті өзінің жанын қиып кетті осы жолда. Бірақ Аллаға шүкір дейміз, бүгінгі ұрпағы атын ұлықтап, Құран бағыштап, қаншама мешіттерде аттары айтылып жатыр. Сондай ардақты болған мінбелерде, Алла тағаланың үйлерінде, мәселен, басқа елдерде айтпасақ та, біздің Қазақстан Республикасының өзінде 3000-ға жуық мешіт бар. 3000-ға жуық мешіт діни басқарманың бекіткен бір жұма уағызының аясында халыққа насихат айтады. Қай бір жұма уағызын алып қарамасақ та, сол тақырыпқа сәйкес біздің ұлтымыздың ойшылдарының пікірі, еңбектері, я болмаса өмірлік мысалдары бар екен. Сонда, мәселен, Хакім Абайдың болсын, Шәкәрім атамыздың болсын, Ахмет Байтұрсыновтың болсын, еңбектері, өнегелері Алла тағаланың аятының, пайғамбарының хадистерінің осындай қасиетті сөздердің қасында бірге жүр. Аттары жұманың мінберінде, мешіттің төрінде ұлықталып жатыр. Бұндай бақытқа, былайша айтсақ, қандай бір адам болмасын, кенелуі өте бір ұлы бақыт десек болады. Бұл бақытқа жету екінің бірінің қолынан келе бермейді. Өйткені Алла тағаланың жер бетіндегі қасиетті үйі мешіт деп аталатын болса, Алланың үйінде, Алланың сөзімен қатар оның сөзі қоса айтылып жатса, оның артынан сарқылмай барып тұрған сауабы, оның тәуекелінің ең шыңы, ең нәтижесі, қазақ даласындағы ең үлкен тәуекел осы кісілердікі болды десек, біз артық айтқан болмаймыз, қате айтқан болмаймыз деп есептеймін. Жауабыңызға толықтай қосыламын, себебі қазақ халқы сындарлы жылдардан сүрінбей өтіп, тегеуріні берік, тепкісі қатты ғасырлардың барлығын артқа қалдырып келе жатқан халықпыз ғой жалпы. Енді бұл жерде тәуекел ету, бұл амалдардың барлығы иманнан келіп шығатынын білдік. Жалпы тәуекел ету, ол бойымызды билеген қорқыныштан арылу деген пікірге келсесіз бе? Және біз қазақ халқы шайқастарға да шығып тұрған халықпыз. Енді біз шайқасқа шығу кезінде де Аллаға тәуекел ете білу керекпіз бе? Әлбетте, тәуекел қорқынышты сейілтеді деген нәрсеге толықтай келісем. Әрі шайқастың алдындағы тәуекел бұл бабаларымыздың салты, ұстанымы. Қазақ хандығын кітаптардан оқысақ та, немесе қазіргі таңда жарыққа жақсы фильмдерде шығып жатыр. Жорықтарының басы, я болмаса отан қорғауға қатысты соғыстарында басында бидің, ақсақалдың батасының беріліп жататындығы, төле билеріміз, төбе билеріміздің, басқа да үлкен ауызы дуалы ақсақалдардың жорық басында, соғыс басында бата беріп жататыны, Алладан медет, жәрдем сұрап жататындығын көріп куә болып жатамыз. Бұл да біздің салтымыздағы тәуекелдің басты бір ерекшелігі. Енді бұл тәуекел қорқынышты сейілте ма дейтін нәрсеге келетін болсақ, әлбетте сейілтеді.
тәуекел етудің бір шарты істі жаңағы әрекетін жасадық, жаңа айтқанымыздай Аллаға тапсырдық, сендік. Енді соңғы тәуекелдің деңгейі ол адам өзінің тәуекел еткендігін я етпегендігін осыдан қарап білсе болады. Жүректі тыныш қалдыру. Жүректі тыныш қалдыру деген кәсіп бастадық, я болмаса жаңағы құрылыс бастадық, бір іс бастадық. Сол істің барысында адам уайымдап, мазасыздық, ұйқысыздық, тағы басқа деген сияқты үлкен қаржымен жұмыс жасағанда адам әлбетте жаңағы жүйкесі жұқарады, аз да болса. Осы жерде ол Аллаға тәуекел еттім десе, ол жүрегі тыныштық табады. Болды. Ол мудаббир деген бүкіл нәрсенің меңгерушісі. Аллаға тапсырды. Сенің кәсібіңді де, менің кәсібімді де, оның кәсібінде Алла тағала әсте оңай меңгереді. Сол бүкіл әлемнің меңгерушісіне өзіңнің ісіңді тапсырғаннан кейін сенің жүрегің міндетті түрде жай табу керек. Сол жүрек жай тапқанда ол ақшаға деген, дүниеге деген қорқынышта, жаугершілікте, соғыста, жауынгердің алдындағы қорқынышта болмайды. Қаза болса елі үшін құрбан болады, тәуекелі Аллаға тәуекел барысында бақилық болса, ол міндетті түрде шәһид. Ал шәһидтің сауабы мен жағдайы сұрақсыз есепке кіретін адам екендігін жақсы білеміз. Отан қорғап жүріп, бақилық болып, есепсіз Алланың шексіз нығметіне кіріп кететін болса, ол соны сезінген адам одан артқан бақыт жоқ екендігін біледі. Сондықтан қорқынышты да басатын тәуекел, және жаңағы жауынгерлік өнерде де, батылдықта да бұл тәуекелдік керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда осы мәселеге қатысты айтады. Егер мысы басым сондай жаңағы қажырлы, қайратты адам боламын десең, онда тәуекелшіл бол дейді. Егер жұрттың алдында абыройлы боламын, жақсы атты боламын десең, онда тақуа бол дейді. Ал егер бай қуатты, малының есебі жоқ адам болғың келем десең, онда Алланың кең қазынасына арқа сүйе дейді. Алланың қазынасына арқа сүйе дейді. Яғни бұл нәрседен де мысының басымдылығы, яғни адам бір батыр болу үшін оның батылдық деген мінезі бірінші кезекте оның бойында болуы қажет. Батылдық деген сөз тәуекелмен пара-пар, тәуекелмен тең-бе-тең сөз. Батылдық пен тәуекелді ешқандай бөліп жаруға болмайды деп ойлаймын. Өйткені ол батырлықтың батылдығы бөлек, іскерліктің батылдығы бір бөлек. Бірақ қай-қайсында да тәуекелшілдіктің бірінші кезекте тұрғандығын Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінен, жалпы өмірлік тәжірибеден де жақсы көріп білеміз. Сұрағыма жауап беру барысында аларсыз зиялыларының өмірінен және шығармашылығынан бірнеше мысалдарды келтіріп кеттіңіз. Шындығына келгенде аларсыз зиялылары ұлты үшін жанын қиған біздің бүгінгі күннің батырлары деп айтсақ та болады. Енді айтыңызшы, демек бұл жерде тәуекел ету дегеніміз өзінің басын қатерге тігу дегенге әкеліп соқтыра ма, әлде бұл саңжақ пікір ма? Әр жағдайда деп айту қиын, барлық жағдайда басты бәйгеге теге беру деп айту да өте қиын болар. Кейбір енді елдің қамының мәселесінде, жердің мәселесінде, отбасының ар мен ожданның мәселесінде, бәлки ер азаматтың басына осындай бір сындарлы сәт келсе, солай болуы тиіс болса, сондай жағдай басында орын алатын болса, солай десек те болады. Яғни қажет кезінде ер азамат отбасының абыройы үшін, елі үшін, жері үшін, ар ожданы үшін басын бәйгеге тігуі тиіс болады. Бұл жерде де тәуекелшілдігі бірінші кезекте әлбетте ол дұрыс болады, ол орын алған болады. Дегенмен барлық тәуекелшілдік басты алып кете беретін жағдай емес. Ол бейбіт заманда адамның шаруа бастауы, кәсіп бастауы, іс бастауы, тағы түрлі жағдайларда ол міндетті түрде бір шаруаның басында емес, ақырет ісіне де қатысты екендігін, құлшылыққа да, тіршілікке де тәуекелшілдік бұл қажет екендігін ұмытпауымыз қажет. Жалпы біздің қазақ халқының танымындағы тәуекел етудің құндылығы қандай? Әрекеті қайсысы? Енді қазақ тарихында тәуекел мәселесі аз болған жоқ. Осындай әлемде жер көлемі, байлық көлемі, жер көлемі 9-шы орында, қазба байлығы қаншама елді, артта қалдыратын елді бізге
қорғап беруінде, алып қалуында, аман сақтап қалуында тәуекел аз болды десек, бұл ақылға қонымсыз дүние. Сондықтан ол батырлардың да, ол ақындардың да, ол ғалымдардың да тәуекелі аз болған жоқ. Мысалға айтатын болсақ, Хакім Абай атамыздың әкесі, Абайдың Абай болуына ең жаңағы бірден бір себепкер Құнанбай қажы. Енді қазақ даласында бұрынғы заманда қажылыққа, жалпы әлемде бұрынғы заманда өз қажылыққа бару деген үлкен қиындық болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның да өзінің хадисінде қажылық бұл машақат дейді, яғни қиындық дейді. Қиындыққа бару үшін де адамға бір батылдық керек, ол батылдықты қабыл алу үшін де оған тәуекелшіл мінез болу керек. Тәуекел жасауы, тәуекелге қадам баруы қажет. Соның бір әрекеті ретінде Құнанбай қажының қажылық сапарына, Мекке қаласына сапар жасауын айтсақ болады. Шын мәнінде өзінің жаңағы қызметкерлерін ертіп, өзінің жағдайының барлығын, ауылдағы жағдайын өзінің сенімді уәкілдеріне тапсырып, табыстап, барлық жағдайын алып, Мекке қаласына аттануы, Аллаға тәуекел етіп, жолдағы жағдайдың барлығына. Енді сол жолда түрлі оқиғалардың болғандығын жақсы білеміз. Мына біздің ақындарымыздан, ишандарымыздан бата алған сәттерінде білеміз. Құнанбай қажының осы жердегі тәуекелін айтатын болсақ, бір мысалға келтірсек, ол кісінің негізгі арманы сол бір қасиетті мекенде бақилық болу еді. Осы нәрсені мақсат тұтты, жақсы көрді. Енді жалпы кез келген адам баласы өзі мұсылман баласының дәм тұзының сол жерде таусылғанын қаламайтындар аз шығар. Дегенмен Құнанбай қажының да бір мақсаты сол болды. Сөйтіп, өзі бір ақыннан бата алған кезінде менің сүйегімнің Меккеде қалуын Алладан сұраш деп бата сұрады. Сонда әлгі адам бата бергенде, егер Құнанбайдың тілегі қабыл болса, Меккеде қалсын. Елдің тілегі қабыл болса, қайтып келсін дейді. Яғни, оның елге қайырымдылығы, оның елге жасап отқан жанашырлығы, қызметі, ерен еңбегін бәрі біліп бағалады. Сондықтан, егер Құнанбайдың қалауы болса, қала берсін, халықтың қалауы болса, онда елге келіп қызметін жасасын деп дұға қылды. Осы дұғадан ақ біз ол кісінің осындай тәуекелге барғандығын, жанын сол жерде қиып кетуге дайын барған дін жолында, Алла жолында ақыреттік тәуекелін білеміз. Жаңа айтып өткендей, тәуекел тек тіршілікте емес, құлшылықта ғана дегеніміздей, құлшылықтағы тәуекелшілдігін осы нәрседен көреміз. Тіршіліктегі тәуекел мәселесінде енді қай-қай батыр бабаларымызды, қай-қай зиялы қауым өкілдерін айтсақ та, барлығында жетіп артады, бір басына жетіп артатын тәуекел мысалдары көп ақ. Жалпы бізде рухани тәрбие негізі болып отырған Ихсан кітабымызда құмырсқаның тәуекелі деген мысал бар. Аталмыш мысалда былай келтіріледі. Әр күніңе азық жинап керек емес, себебі Алла әр күнді өз ризығымен береді дейді. Бұл дегеніміз, әр күнге жоспар құрып, алға қарай жылжу үшін қадам жасауға жоспар құрудың мүлдем қажеті жоқ деген абсурд ойға келіп соқтырмай ма? Бұл мәселені егер адам баласы тура мағынасында түсінетін болса, ақымақтықпен саралайтын болса, әлбетте сондай түсінік қалыптасып қалуы мүмкін. Ертеңге ешқандай әрекет қылма, ертеңгі күні ертең көресің, оны Алла өзі береді ғой деп жата беру, жалпы бұл ақымақтық іс. Бұл жердегі мәселе ертеңгі күніңе қам жеме деген мәселе. Яғни сол нәрсеге басыңмен қатты кіріп кетіп, барлық нәрсені тәрк етіп қойма деген мағынадағы. Осы мәселеден Сүлеймен алейхиссаламның, Сүлеймен пайғамбардың құмырсқа жәндігімен болған оқиғасына қарап біз түйсініп сабақ алуымызға болады. Бірде Сүлеймен алейхиссалам құмырсқаның жаңағы бір жыл азығы үшін не қажет екендігін сұрағанда, бір тән бидайды алаңсыз бір жылда жеп шығамын деп айтады. Сонда Сүлеймен алейхиссалам құмырсқаны бір құтыға салып, бір ауа кіретін тесігін қалдырып, бір түйір дән бидайымен құмырсқаны қалдырады бір жылға. Сөйтіп, уақыт өткеннен кейін ашқанында құмырсқа бидайдың жартысын ғана жейді. Жартысын ғана жейді.
Сөйтіп Сүлеймен алейхиссалам оның себебін сұрағанында мен дейді құмырсқа айтады. Енді Сүлеймен алейхиссаламның бір ерекшелігі бүкіл жанды, жансыз заттардың барлығының тілін білген. Алланың қалауымен сондай бір мұғжизасы болды. Сонда құмырсқаның Сүлеймен алейхиссаламға берген жауабы мен дейді өзімнің жайбарақат күнімде Аллаға еткен тәуекелімде алаңсыз бір бидайды бір жыл жеп, былайша айтқанда асыр салып жүре беретін едім. Келесі жылыма уайымдамаймын, Алла тағала өзі бере береді. Бірақ мына жерде мені құтыға қамаған Сүлеймен пендешілігіне салынып бір күні ұмытып кетсе, мен келесі жылымды қалай өткіземін деген қорқынышпен бидайдың жартысын ғана биылға азық еттім. Келер жылы Сүлеймен ұмытып кеткен жағдайда мен қалған жартысын жеймін деп мысалын келтіреді. Осы мысалдан біз сабақ аламыз. Алла тағала қай бір жағдайда болсын береді, бірақ құмырсқа арқылы болашақты ойлауға, жоспарлауға болатындығын құмырсқаның мысалымен келтіріп тұр біздерге. Яғни болашаққа қамдануға болады, жағдай жасауға болады, бірақ біз бірінші кезекте Құдайға құлшылығымызды, отбасы деген аманатымызды, ата-анамызға қызметімізді, бала-шағамызға тәрбиемізді жұмысбастылықпен ұмытып кетуімізге болмайды екендігін түсінуіміз қажет осы нәрседен. Жауабыңызға рахмет. Енді әңгімеміздің ауанын өзгертпейік. Бүгінгі тақырыбымызды біз тәуекелдікке, тәуекел етуге қатысты алып жатырмыз. Жалпы тәуекел туралы, тәуекелге қатысты дұғалар бар ма? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан мынандай бір дұға қалған. Бисмиллахи тәуәккәлту алалла, ла хаула ва ла қуата илля билля. Яғни мағынасы Аллаға арқа сүйеп, Алланың атымен тәуекел еттім, және Алладан басқа ешбір күш, ешбір құдірет жоқ. Яғни барлық құдірет пен күштің иесі Алла, соған арқа сүйеп Алланың атымен деп адам баласының үйден шығуы, таңертең үйінен шығуы, ол жұмысқа кетті ме, бір шаруа тындыруға кетті ме деген сияқты осы нәрсені айтатын болса дейді. Анас ибн Маликтен жеткен хадисте, егер осы дұғаны Бисмиллахи тәуәккәлту алалла дұғасын үйінен айтып шығатын болса, онда оған былай деп айтылады дейді. Яғни Алла тарапынан періштелері арқылы былай деп айтылады дейді. Осы дұғаны айтқан, үйінен шығарды айтқан адам үшін, сен дейді тура жолмен жүргізілудесің. Сен тура жолдасың, және сен екі дүниенің жамандығынан, екі дүниенің азғындығынан құтқарылдың деп айтылады. Кез келген жаудың зұлымдығынан қорғауға алындың дейді, және шайтан сенен алыстатылды деп айтады екен. Яғни бір ғана дұғаны таңертең үйінен шығарды айтып шыққан адам, ол міндетті түрде тәуекел етуде үлкен істерді бастай беру шарт емес. Қарапайым күнделікті жұмысына барғанның өзінде Бисмиллахи тәуәккәлту алалла деп Аллаға тәуекел етіп, одан басқа күш құдірет жоқ дейтін болса, оған сен тура жолдасың, оған сен екі дүниенің бәле жаласынан аман қалдың, және шайтан сенен алыстады деп періште айтатын болса, оның қасында екі шайтан тұрып айтады дейді, бір-біріне. Екі шайтан бір-біріне айтады. Өзі тура жолға түскен, әрі екі дүниенің зұлымдығынан құтқарылған адамға қалай жақындайсың, қалай қарайсың деп екі шайтан бір-біріне осылай наз айтып, яғни ол адамға бір қатер тигізе алмайтындығын, кесірін тигізе алмайтындығын бір-біріне осылай айтады дейді. Осындай диалог мәтіндегі сөз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінен қалған. Осы екі шайтанның әңгімесі періштенің оған осылай айтатындығы. Сондықтан қарапайым ғана бір дұға аз-аздан, бірақ үздіксіз жасалса, ол күнде шайтанның қорғауынан, шайтанның кесірінен аулақ болады, Алланың панасына алынады. Енді қарап отырсақ, 9 ай анасының құрсағында ешқандай есігі, тесігі болмаған жерден, бірақ соны аштықта қалдырмай, шөлдетпей, я болмаса ауасыз қалдырмай, жарық дүниеге әкеліп, оған ары қарай өмір беріп, ата-анасының қамқорлығына алдыртқан Алла тағала одан кейінгі өміріңді сенің тәуекеліңе көмектеспейді деп ойлайсың ба дейді, ғалымдарымыз айтады. Яғни ешқандай тәуекел етпегеннің өзінде мына дүниеге сені сүйреп жетеле ата-анаңның себепкерлігімен жетілдірген Алла тағала өзіңнің себебіңмен Құдайға өз тіліңмен, сана түйсігіңмен сыйынған кезде сыйынбай берген жемісін, сыйынбай берген
нәтижесін сыйынған кезде бермей қалады деп ойлайсың ба дейді. Сондықтан қарапайым дұғалардың өзінде Алла елшісінің сүннетінің астарында осындай үлкен мән мағына, өмірлік өнегелер жатыр екен. Жалпы кез келген адам баласы бір Аллаға тәуекел ету керек дейді. Ал әйел адам мен ер адамды бөліп қарастыратын болсақ, ер адам күніге бір рет болсын Аллаға тәуекел етуі керек дегенді сұхбатымыздың басында өзіңіз айтып кеткен болатынсыз. Неліктен әйел адамдарға қарағанда ер адамдарға басымдылық беріледі? Өте жақсы сұрақ. Өйткені ең бірінші Алла тағала әу баста адамзатты жаратқанда, бірінші ер адамды жаратқандығын жақсы білеміз. Адам алейхиссаламды Алла тағала жаратты. Сөйтіп, күндердің бір күні оның сол жақ тұсында, яғни жүрек тұсындағы қабырғасынан, қисық қабырғасынан деп айтамыз, Хауа анамызды, адамзаттың анасын жаратты. Енді бұл жерде одан кейінгі ұрпақтардың ішінде адамзат тарихында да жалпы ер адамның, сол әйел адамның қамқорлығы, оның баспанасы болсын, азық түлігі болсын, киім кешегі болсын, барлығы ер адамның мойнына жүктелген міндет Алла тарапынан. Ер адам әйелі үшін Алла тағаладан сұралатын кезінде де жаңағы материалдық жағдай міндетті түрде сұралады. Одан бөлек рухани мәселесі де Алла тағаланың негізгі парыздарын насихат қылып, оны орындауына себепкерлік таныту ер адамның міндеті. Өйткені басқа хадистерде әйел адам егер Алланың ашуына ұшырап қалса, ол жерге жалғыз кетпейтіндігін білеміз. Ері оның рухани жағдайына да, жаңағы психологиясына да жауапты, материалдық жағдайына да жауапты. Сол себепті Алла тағала бір отбасының ырзық несібесінің есігін ер адам арқылы ашып қойған. Сондықтан ер адамға Алла тарапынан берілген әрі міндет, әрі бір мәртебе бұл нәрсе. Сондықтан тәуекелшілдік, батылдық, батырлық, қайсарлық деген нәрселердің барлығы ер адамға тән, нәзіктік, мейірімділік, жаңағы ана жүрегі деген сияқты нәрселердің, дүниелердің барлығы әйел адамға тән нәрселер. Бүгінгі енді тақырыбымызда біз тәуекелшілдік туралы біршама ақпараттарды айттық. Енді бір-екі ауыз сөзіңізбен қысқа нұсқа қорытындылап жіберсеңіз. Қорытындылай келе айтатын болсақ, Алла тағаланың қасиетті Құрандағы аяты «Истағиду билля, фаида азамта фатаваккал аля Алла». Егер шынымен бір іске бекініп бел буатын болсаңдар, Алла тағалаға арқа сүйеп тәуекел ет деп Алла тағала өзі Құранда бұйырып, және ол тәуекел етушілерді жақсы көретіндігін Алла тағала Құранда уәде етті. Сондықтан әрбір істе, бір істі бастамас бұрын Алланың өзі Құранда үйреткендей тәуекелін жасап, Аллаға арқа сүйесек, иншалла, Алла сүйген істі жасаймыз, Алла сүйген құлдардың қатарында болады екенбіз. Алла тағала баршамызды өзінің қамқорлығымен панасында болған құлдардың қатарында етсін. Жауабыңызға рахмет. Қымбатты көрермендер, бүгінгі тақырыбымызда біз тәуекел ету дегеніміз не, оның қандай деңгейлері бар және олардың бір-бірінен айырмашылығы қандай, алғы шарттары қандай болмақ және іс-әрекеттері қайсысында сұрақтарға жауап алдық. Ал бізге жауап берген бүгінгі спикеріміз Әссәләм мешітінің бас имамы Сұңғат Сәметов мырза болатын. Жауабыңызға үлкен рахмет. Студиямызға келіп, сұхбат бергеніңізге де ризашылығымызды білдіреміз. Қымбатты көрермен, осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар дейміз. Мұнара телеарнасы қосулы болсын.